Саламатсыздар ма балалар? Кезекті сауат ашу сабағы. Сабағымыздың тақырыбы спорт туралы әңгіме оқимын. Заттың санын білдіретін сөздер. Балалар, спорт денсаулық кепілі. Спорт біздің өміріміздің бір бөлігі. Денсаулығымыз мықты болу үшін үнемі жаттығу жасап, спортпен айналысқанымыз дұрыс. Енді мына суретке назар салайық. Балалар, мына суретте неше қыз жаттығу жасап жатыр? Я, 3 қыз жаттығу жасап жатыр екен. Олай болса, келесі суретке назар саламыз. Балалар, мына жерде ше? Бұл жерде неше бала жаттығу жасап жатыр? Я, дұрыс айтасыңдар балалар. 5 бала жаттығу жасап жатыр екен. Олай болса, балалар, бейне баянға назар саламыз. Ай мектеп. Алан аға, қараңызшы, ана жақта 2 ағаш өсіп тұр. Мына жерде 3 сиыр жайылып жүр. Ал анау жақта 4-ші пойыз кетіп бара жатыр. Дана, сен сөйлегенде сан есімдерді көп айттың ғой. Аға, сан есім деген не? Сан есім деген заттың санын білдіретін сөздер. Оларға қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Мысалы, 2 ағаш өсіп тұр деген сөйлемнен заттың санын білдіретін сөзді тапшы. Неше ағаш өсіп тұр? 2. 2 сөзі заттың санын білдіріп тұр. Дұрыс. 3 сиыр жайылып жүр деген сөйлемде заттың санын білдіретін сөз қайсысы? Қанша сиыр жайылып жүр? 3. 3 сөзі заттың санын білдіріп тұр. Дұрыс. 50-ші пойыз өтіп бара жатыр деген сөйлемнен заттың рет санын білдіретін сөзді тапшы. Нешінші пойыз өтіп бара жатыр? 50-ші. 50-ші сөзі заттың рет санын білдіріп тұр. Дұрыс. Ер 1 рет өледі. Қорқақ 1000 рет өледі. Қай сөздер санды білдіріп тұр? 1 және 1000. Дұрыс. Барлығын дұрыс түсініпсің. Заттың санын білдіретін сөздерді түсіндім. Тек түсінбегенім, неге қорқақ 1000 рет өледі? Дана, оқушылар қай кезде қорқады? Сабаққа дайындалмай барып, тақырыпты түсінбеген кезде. Қазір мені тақтаға шақыратын шығар, енді мені шақыратын шығар деп мұғалімнен қорқып отырады. Міне, қорқақ 1000 рет өледі деп сол себепті айтылған. Қорықпау үшін не істеу керек? Оқу керек. Дұрыс. Жалқау адам қорқақ болады. Еңбектеніп, оқып, түсініп алу керек. Білекті бірді, білімді 1000-ды жығады деген мақалда білімді адам бәрін жеңетіндігі айтылған екен ғой. Қайталайық. Заттың санын білдіретін сөздер. Заттың санын білдіретін сөздерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Мысалы, 2 ағаш өсіп тұр. Неше ағаш өсіп тұр? Бұл сөйлемде 2 сөзі заттың санын білдіріп тұр. 3 сиыр жайылып жүр. Қанша сиыр жайылып жүр? 3. Бұл сөйлемде 3 сөзі заттың санын білдіріп тұр. Балалар, мына ережені естен шығармаймыз. Ереже жазатын дәптерімізге жазып алсақ та болады. Заттың санын білдіретін сөздерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Мысалы, Айдос 5 алма алды. Айдос неше алма алды? Айдос 5 алма алды. Алихан 5-ші партада отырады. Алихан нешінші партада отырады? Алихан 5-ші партада отырады. Бүгін сабаққа 15 бала қатысты.
Бүгін сабаққа қанша бала қатысты? Бүгін сабаққа 15 бала қатысты. Балалар, мәтінді түсініп оқимыз. Үстел теннисі дүние жүзіне кең тараған ойын. Бұл ойынды 7-8 жастан бастап ойнайды. 9 жастан жарыстарға қатысуға болады. Үстел теннисін жазда аулада, қыста мектептің спорт залы сияқты кең бөлмеде ойнай беруге болады. Тапсырма. Мына берілген сөйлемдерге қандай сұрақтар қоюға болады? Балалар, дәптермен жұмыс жасаймыз. Сөйлемді көркем етіп, дәптерге жазамыз. Және заттың санын білдіретін сөздерді тауып астын сызамыз. Келесі тапсырмамыз. Сандарға мұқият қара. 2 рет жазылған сандарды атап береміз. Балалар, сабақты жақсы меңгеру үшін сендерге тест тапсырмасын ұсынып отырмын. Заттың санын білдіретін сөзді белгіле. А нұсқасы су, Ә нұсқасы үш, Б нұсқасы қара. Екінші сұрақ. Қай сөйлемде заттың санын білдіретін сөз бар? А нұсқасы. Менде 2 алма бар. Ә нұсқасы. Мен сары алма алдым. Б нұсқасы. Біз көп қабатты үйде тұрамыз. Балалар, назар салып тыңдағандарыңа көп рахмет. Бүгінгі сабақты толық меңгерді деп ойлаймын. Сау болыңдар балалар.